Саламатсыздар. Бүгін біздер автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу сабағынан алдымызға көлік келіп тұр. Осы көліктің артқы стойкасын жөндеуіміз керек. Ол үшін бірінші бізге қажетті домкратымыз, баллонды ағытатын, дөңгелекті ағытатын кілтіміз және де набор кілтіміз бар. Енді бұл үшін қараймыз, артқы стойканы ағытып қараған кезде міне көріп тұрсыздар. Яғни бұны тексереміз. Міне или болмаса стаканы кеткен, или ішіндегі шашкisi кеткен. Бұл жағдайда қараған кезде шашкisi бүтін екенін көріп тұрсыз ғой. Маған көрініп тұр, сіздерге көрінбеу екі талай. Шашкisi бүтін, значит бұның шашкisi кеткен. Бұны ауыстыруымыз керек. Бұл үшін алдымен баллонды ағытамыз, сосын стойкасын шешіп алуымыз керек. Орнына қоямыз, так баллонды ағытамыз. Баллонымызды алдық. Енді қараймыз. Сіздерге көріне ме екен? Мына бізде қараған жағдайда шашкisi кетіп қалған. Мына пружинаның астында бұл шашкini алу үшін сыртындағы кожуғын бәрін шешуіміз керек. Пыльнегін бәрін алуымыз керек. Енді ағытамыз бұл үшін. Қазір біздер енді мына стойканы босатуымыз керек. Ол үшін 19 кілт астына кіреміз және ағытуымыз керек. Біздер қазір үстіне ағытуымыз керек. Ол үшін бізге газовый кілттің көмегі керек болады. Және де 19 кілт, 17 кілтіміз. Шешіп алдық. Енді астынан ағытуымыз керек. Стойканы өзін ағытып аламыз. Так, міне стойканы алдық. Енді себебін қараймыз. Міне пружинамызды ағыттық. Бізде бұл мына шашкimiz кетіп қалған екен. Мына шашкі үстінде болу керек. Ал біздер міне ағытқан стойкамызды қарадық. Ақау себебін таптық. Яғни біздің шашкimiz ойнап шығып кеткен. Осыны ауыстыру керекпіз. Новый резинкасын аламыз. Шашкini алдық. Енді бізде бұны ауыстыру үшін новыйдан жаңа шашка сатып алып келдік. Міне жаңа шашка. Яғни менімен бірге бар. Сосын қазір новыйын саламыз. Енді бұны ауыстыруымыз керек. Бұл үшін мынаны алдымен ағытамыз. Міне себеп. Ескісін алдық, үлкені. Яғни тесігі кеңіп кеткен, сондықтан ол мына стойканың бойына еніп кетті. Енді новыйын салған кезде міне ол мына жерге тіреледі и ары қарай енбейтін болады. Таптық, ескісін лақтырамыз. Новыйын салуымыз керек. Салдық. Шашкini пыльнегіне орнаттық. Ендігі шаруа біз орнына қайтып жинауымыз керек. Ол үшін бірінші стойкамызды алдық. Алдымен подушкасы бар, қарап алдық. Енді біз алдымен шайбысын саламыз. Шайбысын орнатқаннан кейін шашкimizni орнына салдық, кигіземіз. Одан кейінгі шаруа ритмге салу керек.
Yani birinchi защитsin, onun sırtından varıp rezinkisini salamız. Tak, o'rnatildi. Endi chorva bizga qaytadan prujnasini kiygizishimiz kerak. Tak, o'rnatildi. Endigi ishimiz bizning mana qaytadan o'rnina solishimiz kerak. Olay bo'lsa kirishik. Tak, stokini o'rnina qo'ydik. Endi astini qataytirishimiz kerak. Ol uchun astdan tushamiz. Так, barınca qataytdik. Asti bo'ldi. Так, endigi ishimiz biz ustini bekitishimiz kerak. Ustini bor ekan. Ol uchun mana boltimizni shaybisin birga aldık. Endi ustini bekitamiz. Так, solib olamiz. Endi bizga qajeti mana 19 qilamiz. O'zim bekitishimiz kerak. Bunu da eng tubini qatayganga дейін muraymiz, qaytib o'rniga keltiramiz. Barına qataytib bo'ldik. Endi tekshiruv uchun aldымен дөңгелегini o'rnatishimiz kerak. Mine osымен дөңгелегimizni qataytib bo'ldik. Endi mashinamizni junduz жұмысы қалай жүргенін тексеріп қарауымыз керек. Ол үшін алдыға барайық, қайтадан. Так, mana бекітілген жерimiz қараймыз, қайтадан тексеріп. Шашкасы барлығы орнында бекітілген. Енді тексеріп, бұны машинамызды басып көреміз. Иә, машина жалпы жағдайына келді. Манағыдай емес. Осымен біздің бүгінгі міне жөндеу жұмысы толығымен өзі орындалды деп айта аламын. Осыдан кейін машина жүруге дайын. Ұнаса лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сабағымды алдағы уақытта қарап отырыңыздар. Сау болыңыздар.